Оқушылар, математика сабағы. Балалар, сабағымызды бастамас бұрын математика оқулығын, дәптерін, қаламымызды және қарындашымызды дайындап отырамыз. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы үш таңбалы сандарды қосу және азайту. Балалар, сабағымыздың мақсаты үш таңбалы сандарды қосу және азайтуды үйренесіңдер. Балалар, жаңа тақырыпты түсіну үшін келесі суретке назар аударамыз. Оқулығымыздың 10-шы бетінде орналасқан екінші есепке қарай қойыңдар. Бұл жерде сендерге үш таңбалы сандарды қалай жіктеу керек екені түсіндірілген. Бірінші суретке назар аударайық. 532 санын қалай жіктелгенін қараймыз. 532 санының жүздігі 500, ондығы 30, бірлігі 2. Келесі екінші суретті жіктейміз. 124 санын жіктейікші балалар. Жүздігі 100, ондығы 20, бірлігі 4. Балалар, келесі сурет 506 санын жіктейміз. Өздік жұмыс, балалар, өздерің жіктеп көріңдерші. Жіктеп болдық па, оқушылар? Жіктеп болсақ, менікімен салыстыра қойыңдар. 506 санының жүздігі 500, ондығы 0, бірлігі 6. Сендерді жіктегендерің менікімен дұрыс болды ма? Жарайсыңдар. Балалар, ережеге назар аударайық. Ереже кітаптың 11-ші бетінде орналасқан. Үш таңбалы сандарды қосу үшін бірліктерді бірліктерге қосады, ондықтарды ондықтарға қосады, жүздіктерді жүздіктерге қосады. Келесі ереже азайту. Үш таңбалы сандарды азайту үшін бірліктерді бірліктерден азайтады, ондықтарды ондықтардан азайтады, жүздіктерді жүздіктерден азайтады. Оқушылар, өздеріңе түсінікті болу үшін келесі мысалға назар аударамыз. Үшінші есеп. Балалар, үшінші есепте 636 санына 121 санын қосқан. Бірінші, жүздіктерді жүздіктерге қосып аламыз. 600 бен 100-ді қосамыз. 600 саны 636 санының жүздігі 600. 121 санының жүздігі 100. Келесі 30 қосу 20. Бұл 636 санының ондығы 30, 121 санының ондығы 20. Келесі 636 санының бірлігі 6, 121 санының бірлігі 1. Оқушылар, теңін өзіміз шығарамыз. 600-ге 100-ді қосқанда неше болады? 20-ға 30-ды қосқанда неше болады? 6-ға 1-ді қосқанда неше болады? Оқушылар, қалай қойыңдар? 700 қосу 50, қосу 7. Теңінде 757 шықты. Дәл осы тәсілмен сендерге тапсырма. Есептеуді түсіндіре отыра орындау.
3-ші есептегі үлгі бойынша 4-ші есепті түгел шығарасыңдар. 4-ші есеп 11-ші бетте орналасқан. Балалар тапсырманы орындап, мұғалімдеріңе жібере қойыңдар. Математика сабағы осымен аяқталды.